Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, сіздермен пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті күнделікті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сол себепті міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге жүргізуші куәлігін алу үшін не істеу керек, және де практикалық экзаменді өткізу кезінде қандай лайфхактар бар, солармен бөлісемін. Ең бірінші, егер де жүргізуші куәлігін аламын деп шешсеңіз, сіз автошколадан оқу қажетсіз. Себебі 2024 жылдағы өзгеріске байланысты енді автошколаның қағазысыз сізді теориялық экзаменға өткізбейді. Автошколаның қағазы бар болатын болса, сіз теориялық экзаменді ешқандай шектеусіз қайта-қайта тапсыра беруіңізге болады. Және автошколаның білімін нығайту үшін ПДД тест деген қосымшаны көшіріп алып, сол жерден күнделікті 2-3 рет тестті өту арқылы дайындалуға болады. Құны 5000 теңге. Автошколаның қағазын алғаннан кейін теориялық экзаменді тапсырмас бұрын сіз медициналық тексеруден өтуіңіз қажет. Оны өзіңіздің тұрғылықты жердегі поликлиникадан өтуге болады, немесе автоцонның жанында қосымша осы справканы өтуге болады. Құны 9700 теңге, мерзімі 12 айға жарамды. Осы төмендегі адамдар үшін жеңілдіктер бар. Теориялық экзаменға өту үшін сізге өзіңіздің жеке куәлігіңіз қажет, медициналық тексерудің қорытындысы қажет, госпошлина төлейсіз, яғни құны 5000 теңге, соның төленгендігі туралы қағаз керек, автошколаның сертификаты керек. Барлық құжаттарды жинақтап, осы QR-код арқылы алдын ала теориялық экзаменді тапсыру күніне жазылып қоюға болады. Теориялық экзаменде 40 сұрақ болады, соның 32-сіне дұрыс жауап берсеңіз, теориялық экзаменді тапсырдыңыз деген сөз. Теориялық экзаменді тапсырып болғаннан кейін сізді практикалық экзаменға өткізеді. Теориялық экзаменнің мерзімі 12 ай, яғни сіз 1 жылдың ішінде 3 рет практикалық экзаменді тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. Егер бірінші рет практикалық экзаменді өте алмасаңыз, ода 1 жұма өткеннен кейін қайтадан барып тапсырсаңыз болады. Ал екінші рет тапсыра алмасаңыз, онда 1 ай уақыт күтесіз, 1 ай уақыт өткеннен кейін қайтадан тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. Егер 3 мүмкіндігіңізді де тапсыра алмасаңыз, теориялық экзаменіңіздің қорытындысы жойылады, және сіз барлығын қайтадан басынан бастайсыз. Практикалық экзаменді тапсырмас бұрын, оның алдында сынақ емтиханын, яғни пробный экзамен тапсырып көруге болады. Сол автоцонның аумағында қосымша 3700 теңге төлей отырып тапсыруыңызға болады. Осы QR-код арқылы сенбі және жексенбі күндерінде өзіңізге ыңғайлы уақытқа жазылып алсаңыз болады. Практикалық экзаменді тапсыратын кезде міндетті түрде ұмытпауыңыз қажет. Машинаға отырғаннан кейін ең бірінші орындықты өзіңізге ыңғайлайсыз, және де ремейді тағуды ұмытпау керек. Орныңыздан қозғалмас бұрын сол жақ поворотник сигналын қосып, содан кейін ғана барып қозғалуыңыз керек. Және практикалық экзаменді тапсыратын кезде ауа райына да қарау керек. Себебі қар, жауын-шашын болатын болса, онда сізге тапсыру кішкене қиындық туғызады. Мүмкіндігінше ауа райының қолайлы болуын таңдау қажет. Және де егер де сол практикалық экзаменді тапсыратын кезде жалпы сызыққа, яғни сплошная линияға басып кетсеңіз, онда сіз бірден экзаменді тапсыра алмайсыз. Сізді сол жерден тоқтатады. Егер де тауға шығатын жерде стоп линия болады, сол жерде өтпес бұрын 5 секундтай тоқтап тұруыңыз қажет. Содан кейін барып өтсеңіз, онда сіз қате жібермейсіз. Практикалық экзаменді тапсыра алмай қалсаңыз, ол жерден шыққаннан кейін жаңағы кабинкадағы отырған адамға барып, қай жерден қате жібергендеріңізді сұрастырып біліп алсаңыздар болады. Ал егер де тапсырған болсаңыз, онда автоцонға кіріп 1 сағаттың ішінде жүргізуші куәлігіңізді алып кетсеңіз болады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.